Баршаңызға сәлем достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында жасалатын сырдың рецептісімен бөліскім кеп тұр. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Бізге ол үшін көп затты қажет етпейді. Бізге керегі творог, сары май, бір жұмыртқа, сода және тұз. Ең алдымен осылай қызып тұрған қазанымызға творогымызды саламыз. Астындағы оты орташа отта болуы қажет. Осылай творогымыз жартылай ерігенше, көріп тұрғандарыңыздай, ерігеннен кейін үстіне сары майымызды саламыз. Оның үстіне тұз, содамызды салып, жақсылап араластырамыз. Сырымыз дайын болғанша осылай қайта-қайта 10-15 секунд сайын осылай араластырып тұруымыз қажет. Ішіндегі комок дейміз ғой, соғынсыз қалмау керек. Міндетті түрде қайта-қайта араластырып тұрамыз. Ең соңынан жұмыртқамызды салатын боламыз. Жұмыртқаны салғаннан кейін міндетті түрде тез-тез араластырып жіберіңіздер. Жұмыртқамыз пісіп кетпес үшін ішінде. Мінекей, менде 20 минуттай уақыт өтті. Сырымыз осындай уже ішінде ешқандай шүйіршіктері қалмай дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай. Мен осылай бетіне укроп септім, укроп қостым. Ол қалауларыңызға қарай, қоспасаңыздар да болады. Міне біздің осымен сырымыз дайын болды. Міне осындай созылмалы, әдемі сыр болып шықты. Бұны осылай ыстық күйінде нанға жағып жесеңіздер де болады. Өте дәмді. Енді осы дайын болған сырымызды осылай ыдысқа саламыз. Кез келген ыдысқа салсаңыздар болады. Ыдысымыздың ішіне пищевой пленканы төсеп, осылай сырымыздың барлығын салатын боламыз. Сырды жаңағы алған кезде ыдыстан оңай алыну үшін. Міне көріп тұрғандарыңыздай созылмалы, өте дәмді болып шыққан. Егер өз қолдарыңызбен жасайтын болсаңыздар, өте ақшаларыңызды үнемдейсіздер. Дүкеннен сатып алғаннан гөрі. Міне осылай сырымызды салып болғаннан кейін пленкамызбен орап, холодильникке 1 сағатқа жіберетін боламыз. Мінекей холодильниктен алдым, 1 сағат уақыт өтті. Енді мен сіздерге қазір қалай шыққанын кесіп көрсететін боламын. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте оңай кесіледі және тура дүкеннің сырынан ешқандай айырмашылығы жоқ. Сондықтан сіздерге де жасауға кеңес беремін. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Басқа да видеоларымды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп қойыңыздар.